Александр Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ» атты кітабында бұл кісі ГУЛАГтың тұтқыны болғандықтан азаптаудың 30 түрін айқындаған. Ең көп ауқымды пайдаланған кісен бұл ласточка деп аталған. Ласточка. Яғни тұтқынның қолдарын артқа бұрып, буындарын артқа қайырып, ласточка айтып қинаған екен. Сол кезде тұтқындар мұндай орындықтардан есінен талып қалса, мұндай бөшкелерді үнемі суық су және ыстық су толтырып тұрған. Ішінде кружкесі бар, кружкемен суды алып адамның басына шашыраған, немесе тұтқынның басына бөшкелері сұққан екен. Көргеніңізде ешқандай төсек орындық жоқ, тек қана жүруге немесе тұруға рұқсат етіледі. Егер отырып ұйықтап қалса, азаптау бөлмелі тартылған бұл камера пытка деп аталған. 3 күнге дейін созылуы мүмкін. Енді күніне 300 грамм бір тілім нан, 300 грамм ыстық су, 3 күнде бір 300 грамм ыстық тамақ берілген. Және де бұрышта дәрет алу шелегі деген бұл үнемі әрине ауысып тұрған. Енді карцерлер екі күйге бөлінген, біреу суық күйінде және ыстық күйінде. Суық күйінде төменгі 30 градус температурамен қинаған, ыстық күйінде жоғарғы 40 градус температурамен қинаған. -30 плюс 40. Иә. Біз Қарағандыдамыз. Міне, тура орталығында тұрмыз. Заманауи ғимарат Карлактың ізі де білмейді, солай ғой, иә, ізі де білмейді. Бірақ көре білген адамға, әнеу бір сіздерге көрінеді деп ойлаймын. Әнеу бір болашақ, мына университеттің жоғары жағында тұрған үйшікті қараңыздар. Темірден бе, ағаштан ба жасалған. Дәл осы часовая будка дейді, осының үстінен НКВД қызметкерлері, мүмкін күзетшілер ме болжам бойынша осы алаңда жұмыс істеп жатқан, ол кезде ешқандай ғимарат болмаған, таза алаңда жұмыс істеп жатқан Карлаг тұтқындарын сол бір жоғарыда отырып бақылап отырған. Оригиналдар ғой. Мына сексуальный фантазии. Немен қарандашпен салған ғой? Мына лагерде отырып, мынандай қылып жасайды. Жазады. 3 экземплярмен жасайды, анда тастайды, мында тастайды, солардың барлығын содан кейін тартып алады жаңағы өшіктер. Сосын олардың тағы бір айтатыны бар, Ахиконың бір несі бар. Мен лагерде жүрген кезде 25 килограмм ғана болып қалдым дейді. Сосын кейін сұраймын мен енді мысалы, қандай не ощущение болды. Бізде ешқандай жаңағы мынау көзқарас, жаңағыдай дегендердің бәрі қалып қойған дейді. Бізде тек қана бірақ не бардың дейді. Ол тамақ. Ұйқы, тамақ бітті. Басқа адам қалмайды дейді. Яғни адамды азғындырып, адамның жаңағы ең бір төмен сатысына түседі. Бұл кездерде жаңағы сен анаңды ойладың ба, әкеңді ойладың ба, еліңді ойладың ба деген сұрақтар бұл жерде рет жоқ. 500 адам мысалы дәретке шыққан кездерде бізде сол кездерде жаңағы гигиеналық нелер болмады, қағаз жоқ, не жоқ. Мысалы, сол кездерде жазды қыстың күні қармен, күздің күні шөппен пайдаланып отырдық жаңағы нелерді. Бәрі тізіп қатар-қатар. Біз қатар-қатар отырғызатын, мысалы 150-150-150-150-ден отырғызады, 450 адам бірден алып шығып отырғызады. Уақыты бар сонда, иә? Сонда, иә, сол кездерде шыға, сол кездерде кей кездерде алдында отырсаң жақсы дейді. А сен егер арт жағында отырған кезде жаңағы адамның бойындағы осы физиологиялық процестің бәрін көріп отырасың. Алдыңдағы адам. Бұның барлығы жаңағы психологиялық түрде саған өте қатты әсер ететін дейді. Немесе мынау аяз, суық кез, далаға шығу керек. Яғни осы кезде дәрет алуға, солға шыққан кездерде суық, кейбір кездерде жаңағы адам өзін енді нетіп танытып, сол казарманың ішінде де сол жаңағы дәретке барып қоятын болса, оның иісі жаңағы сол болатын. Сондықтан біз оларды аямай ұратынбыз дейді, сондай жасайтын адамдарды дейді.